осыны. Кешегі ана Баян мен Динараның соты болды. Бірақ сол сотта мен видеоны қосқанда тыңдадым өзімді. Ондай бір адам көрмес емес, наоборот, оларға үлкен ақыл керек болған екен. Мә, ана жерде қалай айтып жатырмын, аядым өзімді. Қазақша сөйлеу керек, қазақтың салт ар-ұяты қайда, әйелдердің мына орамалы қайда деп, ақжаулық қайда, халықтың қыздың намысы қайда деп, сол мақсатта айтылған. Келі, мен өз әлемім деген сөз, мен қазақи тәрбиеде өскенмін. Салт дәстүрді ұстанам, ер азаматты сыйлайым. Бізде бір ғана бай болады. 18 жасымызда тидік, ұрама, соғама, әйел адам арымен мықты. Біз көшеде шешініп жүрмейміз, бір жерімізді ашпаймыз, қазақша сөйлейміз. Мен осыған қарсы шықтым. Бүгін менің сотта шешім шықты. Ең ауыр қатаң жаза сұрады. Сол үшін қазақтың әйелдері қайда кетіп барасыздар? Ол үшін неге соттау керек еді? Маған ауыр жаза бере беріңдер. Мен қарсылығым жоқ. Бірақ та ескертемін, біз орыс емес, біз қазақпыз. Қазақтың қыздары шешінуге жап-жас болып болмайды. Осындай концерт ұйымдастырған үшін қарсы шықтым Баян саған. Біздің Ақтөбеге келіп психолог болып бүкіл әйелдер жинап алып, үгіттеп, насихаттап, күйеулеріңіз сыйламаға үгіттегендеріңіз үшін қарсы шықтым. Басқа маған керек емес, мен танымаймын бұл әйелдерді. Олар орысша сөйлейді, ана тілін менсінбейді олар. Қазақстанда